Так, надеюсь, мен көрініп тұрмын жақсы. Бірінші жаттығу резонаторларды қыздыру, резонаторларды ояту. Резонатор дегеніміз кеуде және бас сүйектерінің жаңғырық дыбыс шығару қарапайым тілде. Немесе резонанстық қасиеті айқын байқалатын тербелмелі жүйе. Не үшін тербеледі? Іштегі дыбыстар кеудеден және басқа жаңғырғаннан кейін тербеліс жүреді. Ол нәрсеге шығуымыз үшін біз бірінші жаттығу істеп үйренуіміз керек. Ішке әрдайым тыныс аламыз, және распевка істейміз. Бұл дауыс қыздырады. Тамақты кеңінен ашамыз, сабырлы байсалды түрде дыбыстардың барлығын алдыға шығарамыз. Дәл солай мұрыннан шығу керек та. Тістер бір-біріне тимейді, тек еріндермен ғана. Дәл осылай. Енді сіз айтуыңыз керек. Тоқтаңыз. Жалғастырамыз. Стоп. Алдыға шығарамыз. Ішке тыныс аламыз. Тамақты кеңінен ашамыз, дыбысты алдыға итереміз. Тістер бір-біріне тимей. Кеудені де басты да қозғалтамыз. Өзімізді қинамаймыз, жеңіл жетпі. Шынайы дауыспен ең бастысы. Искренне істеуіміз керек. Біз кеудеміздің басымызда вибрация болған сезуіміз керек. Дыбыс 3D эффектпен алдыға шығып тұру керек. Деп қысуға болмайды.